жобасы. Қайырлы күн, әріптестер, сіздердің назарларыңызға жаратылыстану 4-ші сынып бойынша табиғат физикасы, күш және қозғалыс тарауынан 4-ші сынып оқушыларының дайындаған тәжірибелерін назарларыңызға ұсынамын. Мен номері 39-шы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ақтолқын Кенжеғалиқызымын. Сәлеметсіздер ме? Мен Мейімбек Аиша, номер 39-шы орта мектептің 4-ші Б сынып оқушысы. Сіздерге мен осындай сұрақ қойғым келіп тұр. Менің қолымда 2 дене бар, яғни 2 шар бар. Мен оның қайсысын салсам, суға салсам, су ығысып шығады. Әрине, осы үлкен дене. Біз осылай салсақ, су ығысып шығады. Сәлеметсіздер ме? Мен номер 39-шы орта мектебінің 4-ші Б сынып оқушысы Жұмабек Малика. Мен сіздерге бүгін Архимед заңы қалай ашылды тақырыбында жауап іздейтін боламын. Және де бізге ол үшін ернеуіне дейін толтырған су, және де бізге мандарин қажет болады. Енді біз мандаринді суға салып көрейік. Біз мандаринді суға салдық, және де су ығысып төгілді. Суға батырылған дененің көлемі қандай болса, сондай су сыртқа ығысып төгіледі. Бірінші тәжірибені жасау үшін шыны ыдыс қажет болады, және де судың көлемін өлшеп отыратын маркер, және де 5 бірдей шар қажет болады. Енді біз судың көлемін өлшеп алайық. Біз маркермен сызып алдық. Енді біз шарларды бір-бірден саламыз. Енді біз судың көлемін өлшейміз. Енді біз екінші ермексазды саламыз. Әрбір жерде біз судың көлемін өлшеп отырамыз. Енді үшінші шарды саламыз. Енді төртінші ермексаз. Енді біз бесінші ермексаз саламыз, және де біз су деңгейін өлшейміз. Біз ермексазды салдық. Енді осыдан шыққан қорытынды стақандағы судың деңгейі әр шарға салған сайын бірден мөлшерде артып отырды. Суға батырылған дененің көлемі қандай болса, сондай су ығысады. Енді екінші тәжірибеміз. Бізге ол үшін осы ішіне су құйылған 2 шыны ыдыс қажет. Осында 2 мандарин қажет. Біреу қабығы ашылған, екінші қабығы ашылмаған. Бірінші қабығы ашылмағанды суға салайық. Ол судың бетінде жүзіп жүр екен. Енді екіншісі қабығы ашылған. Ол судың бетіне батып кетті. Енді қорытынды. Ол неге осындай қабығы ашылмаған мандарин неге судың бетінде қалқып жүр? Өйткені мандариннің қабығында ауа көпіршіктері бар. Ал мысалы мандаринді ашып тастаса, мандарин қабығының ауа көпіршіктері енді мандарин өзінде жоқ болады. Бұл мандарин неге судың астына батып кетті? Өйткені бұл қабығы ашылған мандаринде ауырлық күші көп, ал Архимед күші аз. Ал мұнда ауа көпіршіктері болған соң Архимед күші көп, ал ауырлық күші аз болады. Біз тәжірибеміз жасау үшін осындай заттар керек болады. Осындай қағаз, маркер, зубочистка, және де қағаз қыстырғыш, өшіргіш. Енді біз бұларды бірінен кейін суға саламыз. Мысалы, маркер. Маркер судың үстінде қалықтап жүр. Ал өшіргішті салсақ, ол батып кетеді. Енді қағазды салсақ, ол судың бетінде қалқып жүреді екен. Ал осындай зубочисткаларды салсақ, олар да қалқып жүреді. Ал енді қағаз қыстырғышты салсақ, ол батып кетеді. Судың тарапынан суға батырылған денеге кері итеруші күш әсер етеді. Бұл Архимед күші. Сәлеметсіздер ме? Мен номер 39-шы орта мектептің 4-ші Б сынып оқушысы Аманғали Жұлдыз. Мен тақырыбым денелер суда қалай жүзеді
Ал енді тәжірибемізді бастайық. Бізге керекті заттар 2 жұмыртқа және 2 су, сосын тұз керек болады. Мен бірінші таза суына тұзды саламын. Мен араластырып болдым, енді жұмыртқамызды салайық. Тұзды суға жұмыртқаны салсақ, ол бетінде қалқып шықты. Ал таза суға жұмыртқаны салсақ, астына арай батып кетті. Тұзды су мен таза суға ішіндегі жұмыртқаларға кері итеруші күш әртүрлі әсер етті. Сәлеметсіздер ме? Мен номер 19 орта мектебінің 4 Б сынып оқушысы Айбар Ерадым. Бүгін мен сіздерге Архимед заңы қалай қолданылады тақырыбынан тәжірибе көрсетем. Ол үшін бізге осындай су толтырылған шыны ыдыс, осындай бөтелкелер. Бірінші бөтелкеде мысалы су жоқ, екінші бөтелкеде су жартылай бар, ал үшінші бөтелкеде су толықтай бар. Енді сол бөтелкелерді суға бір-бірлеп сала береміз. Мысалы біріншісін салдық. Бұл бөтелке судың бетінде жүзіп жүр. Екіншісі міне осылай ортасына толтырылған бөтелке. Оны салған кезде ол жүзіп жүр судың астында, және деген осылай судың бетінде де жүзіп жүр екен. Ал енді мынау бөтелке су толтырылған. Оны салып жүрген кезде ол батып кетеді. Сонда деген біз бұл тәжірибе арқылы не түсінгіміз келіп тұр. Бұл тәжірибе арқылы біз деген мысалы деген осы бос бөтелкені салған кезде, бетіне шыққан кезде, яғни Архимед күші бұл жерде көп, ал ауырлық күші аз. Ал мысалы орта бөтелкені салған кезде Архимед күшінен ауырлық күші тең болып тұр. Ал бірінші осы бөтелкені, ең соңғы бөтелкені салған кезде ауырлық күші көп, ал Архимед күші аз болып тұр.